Айлен, адамдар қалай су ішеді? Адамдар солай су ішеді, да? Ал мына даладағы өсімдіктер, ағаштар, олар қалай су ішеді? Яғни мына гүліміз қалай су ішеді? Біз қай жеріне су қоямыз? Көрсетші. Да, мына жеріне су қоямыз, да? Осыны олар тамыр арқылы, не істейді? Тамыр арқылы өседі, да? Өседі. Біздер су қоямыз, олар тамыр арқылы гүлдеріміз, ағаштарымыз өседі. Соны зерттеп көреміз бе? Тамыр арқылы қалай не істейді екен, өседі екенін зерттеп көрейік, да? Қазір мына жерге біздер не қойдық алдымызға? Көкке боялған суды қойдымыз, да? Енді қара. Қолымызда мына ондай гүліміз бар, да? Ағаштан жасалған. Мынандай гүліміз бар. Қазір осына көреміз, да? Тамырынан жоғарына дейін біз су қойғанда тамырынан жоғарына дейін көтеріледі, да? Міне қараймыз, міне көтеріліп жатыр осылай. Қарап отыр. Көрдің бе қалай көтеріліп жатқанын? Мынау жақындап келатыр. Менікі жақындап келатыр, сенікі жақындап жатқан жоқ әлде. Иә, қара. Қалай көрсетейік қазір. Міне. Қара Айлен. Осылай. Көрдің бе? Жоғарыға барып жатыр ма? Қарашы. Көтеріп өттім, әне. Көтеріліп жатыр ма? Қара міне. Көтеріліп жатырмыз. Біз тамырына гүлге су қоямыз ғой, Айлен. Сонда тамыр арқылы гүлдер қоректенеді, да? Иә, қоректенеді өсімдіктер. Адамдар, қортында кеткенде адамдар, банағыдай, біз су ішеміз, да? Ал өсімдіктер солай су іше ме? Иә. Өсімдіктер тамыр арқылы не істейді? Өседі. Тамыр арқылы су ішеді олар. Су ішеді. Қоректенеді, да? Сен жақсы көресің бе? Өсімдіктерді? Гүлді жақсы көресің бе? Қара, енді қара. Енді қараймыз, Айлен. Міне, тамырына уже барып жатыр, да? Иә. Міне, осылай, міне, қарайық, көрсетейік. Күтейік кішкене, да? Болды деген айт маған. Осылай, міне, керемет болып жатыр. Осы тамыр арқылы қоректенеді. Иә. Адамдар су ішеді. Адамдар су ішеді. Ал өсімдіктер тамыр арқылы не істейді? Қоректенеді, су ішеді, тамыр арқылы. Қоректенеді, су ішеді. Өседі. Сурет бояптады, достар. Қошаңызға. Біздің зерттегеніміз осылай. Тамыр арқылы өсімдіктерді зерттеп жатырмыз. Иә. Барлықтарыңызға сау болыңыздар де. Сау болыңыздар барлықтаған. Міне осылай шықты. Тамыр арқылы біздер зерттеп көрдік, қалай өсімдіктер өседі екен. Көп көшсе суға.